мейірімсіз өскен баладан маңырап жүрген мал артық дейді, қазақ айтады. Тәртіпсіз өскен баладан тәртіппен өскен тал артық дейді. Ең бірінші нәрсе бұл тәрбиеге байланысты ғой. Тәрбиесіз білінген, берілген білім, бұл адамзаттың қас жауы дейді, Әл-Фараби бабамыз айтады. Демек, біздің қазақ жастарының бойында табылу керек болған нәрсе бұл тәрбие. Тәрбие тал бесіктен басталады. Да не көрсе, ұшқанда соны іледі дейді. Енді тәрбие беру үшін де ата-анада бірдеңе болу керек, бірақ жастарды, балаларды негізі кінәлай берудің керегі жоқ ше. Оларды жасап атқан біз, яғни өзінің отбасы жасап атқан оны. Ол алыстан келмейді дейді. Сол сияқты бала алыстан бұзылмайды негізі. Өзінің семьясынан қаралу керек. Отбасы тәрбиелемеген баланы басқа біреу тәрбиелей ала ма? Қиын ол. Сондықтан ең бірінші нәрсе бұл тәрбиеге мән беру керек. Имам Шафиғидің өмірбаянын қарасаңыздар, анасы бірінші ілім үйретуден бұрын үлкен ұлы ұстаздарға апарып бірінші әдеп үйреткен ше. Әдеп тәрбие үйреткен.